Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді, пішіні гүлге ұқсас печеньенің жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін печеньені сіз де жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ұн, сары май, жұмыртқа, бал, қант, қопсытқыш, тұз және ванилин. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Тұзды саламыз. Ванилинді саламыз. Балды саламыз. Мен қолданып жатқан табиғи бал, қаласаңыз дүкендегіні пайдаланыңыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да печеньенің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды аздап саламыз. Сонан соң қопсытқышты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнның барлығын саламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей жұмсақ қамыр дайын. Қамырды ешқандай күтудің қажеті жоқ, бірден печеньенің пішінін жасаймыз. Печеньенің барлығы бірдей әдемі болу үшін таразымен өлшеп алдым. Әр печеньені 20 граммнан өлшедім. Өлшеп алған қамырды саусағымызбен басып отырып сопақша пішін жасаймыз. Сонан соң пышақтың көмегімен видеодағыдай үшбұрышты етіп кесіп аламыз. Артық қамырды бөлек аламыз. Гүлге тағы да әдемілік беру үшін қамырдың үстін пышақпен ақырындап сызып шығамыз. Сонан соң гүлдің пішінін жасаймыз. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Қаласаңыз қамырды жұқа етіп жайып, әртүрлі печеньенің формасын жасауға болады. Дайын болған қамырды формаға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 12 минуттай пісіріп аламыз. Бұл печенье тез піседі. Мінекей достар, өте дәмді печеньеміз дайын. Одан әрі әдемі дәмді болу үшін қант ұнтағын себеміз. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін печеньені сіз де жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.